Құстың бір қазан аталуы. Ертеде бір ауылға қатты жұт келеді. Қыста аяз болып, малы қырылады. Жазда қапырық ыстық келіп, өзен суы тарылады. Жерден қылтанақ шөп шықпай, берекенің құты қашады. Жұрт талғажау дән таппай, қарны ашады. Көңілді уайым мен қайғының қара бұлты басады. Шарасыз халық соңғы үмітін Құдайға тапсырып, жаратқанға жалбарынып, өлімші халде жатады. Бір кезде төбеден алып бір құс көрінеді. Ол ауылда 7 рет айналады да, ескі ошақтың жанына келіп қонақтайды. Аузын айқара ашып, көптен от көрмеген қара қазанға балықты толтырып қайта ұшып кетеді. Мына кереметті көріп, жұрт қазанға жапа тармағай ұмтылады. Сол күні құс әкелген балықпен жан бағып, аш құрсаққа дәм барып тірі қалады. Ертесіне әлгі құс тағы да қара қазанды балыққа толтырады. Осылайша жұт кетіп, елдің кемтігі толып, төлдің басы құраққа, өзен мен сай бұлаққа толғанша бір қауым елді асырапты. Ол заманда құстың атын ешкім білмейді екен. Үнемі бір қазан балық әкелетін ісіне сүйсініп, оны бір қазан атап кетіпті. Кейін халық бір қазанда аңдып жүріп, оның қалай балық аулайтынын бақылайды. Сөйтіп, оның тұмсынығына қарап отырып, балық аулайтын ау тоқып алады. Осылайша балықшылық бір қазаннан қалыпты. Алайда балық атаулының бір қазанға өкпесі бар екен. Адамдарға ау жасауды үйреттің. Енді олар өзен көлді бұлай қойып, теңіздегі балықты тауысты. Қанағат дегенді білмейді. Бізге келген жұт саған да жетті. Енді өзің де азық таппай, ашығып, азайып жатырсың. Шоқ бір қазан деп ашуланады екен.